Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге геморройдың белгілері, себептері және алғашқы басталған геморройды үй жағдайында қалай емдеуге болады, сол жайында айтатын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар, өздеріңізге керек ақпаратты сақтап алыңыздар. Геморройды көпшілік жасқанып жасырғысы келеді. Соңғы кездерде геморрой ауруына шалдыққандарды жиі естіп жатамыз. Алайда ауруын жасырғанның өлетінін ескерсек, емделуден ұялмау қажет. Мейлінше тексеріліп, анықтап, шипасын іздеген маңызды. Енді басталған болса, емделу қиын емес. Алайда асқындырып алатын болсаңыз, оны отау жасау арқылы ғана емдейді. Геморройдың белгілері: мазасыздық, анал аймағының қышуы, күшенген кезде анал аймағының ауруы, ісіктің пайда болуы, қан кету, үлкен дәретке отырғанда анал аймағында томпақ зат білінеді. Кей жағдайда үлкен дәретті ұстай алмайтындарда болады. Міне бұл геморройдың асқынғанын айқындайды. Кез келген ортада айтуға ыңғайсыздық тудыратын бұл ауруды емдеуге медицина түрлі дәрілерді, свечаны ұсынады. Геморрой қатты асқынған жағдайда іштің төменгі бөлігінде шаншу, жата алмай, тұра алмай, отыра алмайтындай қиындықтарды туғызады. Жүруге де ыңғайсыздық туғызады. Геморройдың пайда болу себептері: күні ұзақ бір орында отырып жұмыс істеу, тым көп жүк көтеру, ауыр жұмыс жасау, аяғынан тік тұрып жұмыс істеу, дұрыс тамақтанбау, яғни майлы, тұзды, қуырылған тамақты көп тұтыну, артық салмақ, шылым шегу, алкогольді ішімдік ішу, жүктілік немесе босану, стресс, жиі іш қату немесе іш өту, ішекке ісіктің пайда болуы. Жаңадан шыққан геморройды үй жағдайында қалай емдеуге болады? Бірінші тәсіл бұл: 1 литр сүтке 1 дана туралған пиязды салып қайнатасыз. 10 минуттай қайнаған соң сүзіп алып, ваннадағы жылы суға араластырыңыз. Осы суда 15-20 минут отырасыз. Бұл әдіс ішке шыққан геморройды емдейді, яғни внутренний геморройды. Салқын суға отыру да геморройдың жазылуына септігін тигізеді. Ол үшін 1 литр салқын суды тегешке құйып 5 минут отырыңыз. Емді күніне 2 рет таңертең және кешке жасайсыз. Егер суға аздап марганец ерітіндісін қоссаңыз, емдік қасиеті 2 еселенеді. Екінші тәсіл түймедақ тығыны. 30 грамм кептірілген түймедақ шөбін, яғни ромашканы 200 мг қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Шамамен 25-30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, мұз жасайтын арнайы текшеге құйып, мұздатқышқа қалдырамыз. Дайын болған түймедақ мұзы ісінуді кетіреді, қабынуды емдейді, тамырлар тарылтып, қан айналымды жақсарта бастайды. Сонымен қатар түймедақ бактерияға қарсы және аналгетикалық әсерге ие. Үшінші бұл картоп тығыны. Картопты жуандау етіп, тіліктеп турайсыз. Көкөніске вазелин жағып, тік ішекке саласыз. Картоп тығыны бір күнде ақ геморройдан құтқарып, жаныңызды рахатқа бөлей алады. Төртінші бал тығыны. 2-3 қайтара қабатталған дәкеге сықпа балды салып, нығыздап ораңыз. Сосын жарақаттанған тұсқа қойыңыз. Бал тығыны қабынуды емдейді, геморройдың көзін құртады. Бесінші бұл салқын компресс. Бізге қажет 1 дана лавр жапырағы мен 1 шай қасық қырмызгүл, яғни календула ұнтақтайсыз. Ұнтақтың 1 ас қасығын 1 стакан қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Шамамен 2-3 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, мақта матаға малып алып, жарақаттанған тұсқа қоясыз. Сыртынан қағаз таңғыш жабыстырып қою керек. Осылайша 1 сағат жатсаңыз, жеңілдеп қалғанын сезесіз. Алтыншы қарапайым тәсілдердің бірі бұл: сарымсақ тісінде тік ішекке салсаңыз болады. Сол кезде аздап ашытуы мүмкін, алайда ауруыңызды басып, тезірек жазылуға ықпал етеді. Сарымсақ үлкен дәретпен қоса сыртқа шығып кетеді. Геморройдың алдын алу үшін салауатты өмір салтын сақтап, мынандай тамақтардан бас тартқаныңыз жөн: қуырылған, майлы, маринадталған, жаңа піскен ақ нан, майлы кремі бар кондитерлік өнімдер, тоқаштар, шоколадтар, сондай-ақ
қою кофе, қою шай, какао, кесел және спирттен бас тартыңыз. Бүгінгі ақпаратым сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сауда саламат болыңыздар, ауырмаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.